Сәлем достар. Жаңа аудио кітаптарды өткізіп алмау үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды өтінеміз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. 5. Ереже. Сенім арту сүйе-білуден де маңызды. Өйткені сүйіспеншілік бар жерде сенім бар. Бірақ сенім жоқ жерге сүйу жетпейді. Ал селдерде бақытты берекелі өмір сүріп жатқан алып ел болады. Бірақ бір күні олардың сүйікті патшасы қартайып, ауырып, қайтыс болады. Солай ол ел қалың ойға батыпты. Себебі олардың әкесінің орнына келеді деп күткен сұлу ханзадасы әлі бойдақ болғандықтан, бұл елдің заңы бойынша патша тағына бойдақ кісінің отыруына тыйым салынған еді. Оның отбасылы болуы шарт еді. Жас та сымбатты ханзада елінің бақыты мен гүлдену үшін әкесінен мұраға қалған туды алып жүруге бел буған. Ол өз халқының бұдан былай белгісіздік пен алаңдаушылықта өмір сүруіне жол бермес. Ол үйленуге келісті. Бірақ кімге үйленеді? Ол әйелін қалай таңдайды? Өмірлік серігі кім болатынын қалай шешеді? Біраз ойланып, бір шешімін тапты. Ханзада өзіне лайық қызға үйленбек. Ол үшін ханзадаға тұрмысқа шыққысы келетін қыздардың бәрі белгіленген күні сарайда болуы керек деп жариялады. Халық қатты толқыды. Үлкен ханзада солардың біріне үйленбек болды. Бақыт құсы оларға кез келген сәтте қонуы мүмкін. Елде қызу дайындық басталды. Жас қыздарға киім тігіп, аяқ киім тігіп, шаштары таралып, хош иісті сабынмен жуылды, эфир майлары жағылды. Бойжеткен қыздар жастықтың астына жинаған ақшасын әдемі болу үшін, ханзаданың көңілінен шығу үшін ойланбастан жұмсай бастады. Әйтсе де, жастықтың астына жинаған ақшасы да көз сүйсінер көркі де жоқ бір адам бар еді. Сарай нөкерлерінің бірінің әлсіз әрі бейшара қызы. Алып ханзада оған бір кездері қарай ма екен? Ол оны әйелі етіп таңдаса, оны өз халқының алдына апарар ма екен? Әрине болмас еді. Мүмкін емес, деді анасы бейшара қызына. Сен туғаннан бері осы сарайда тұрып келесің. Ол сені бір ретте көрген емес. Оның барлық қызметін көргенмен, бірде бір рет көзбе-көз көрмегенсің. Арманға алданып қалма. Үміттенбе. Соңында қатты өкінесің, деді. Осы сарайда күн қызы болып туған жас қыз, бала кезінен жүрегі елжіреп тұратын осынау әсем ханзаданың шақыруына баруды бәрінен де бұрын қалады. Тіпті оның көзіне түсудің өзі оны өмір бойы бақытты етеді. Ол бұл мүмкіндікті жіберіп ала алмады. Оның алдына бір рет келіп, оның көздерін көру де жеткілікті деп ойлады. Менің бетіме бір рет қарағанын, мені көргенін қалаймын, деді қызы анасына. Одан кейін қайта қарамаса да, мені енді көрмесе де, менің барымды да байқамаса да мейлі. Мен оны қатты жақсы көретінім сонша, біз кездескен сол бір сәтті өмірімнің соңына дейін есімде сақтаймын. Анасы шарасыз, үмітсіз басын шайқады. Жақсы, деді ол. Онда бар. Қызметші қыз өз дайындығын жасады. Сандықтан таза маталарды шығарып, өз қолымен киім тігіп, шашын таратып, жаңа туфли сатып алды. Ақыры көптен күткен күн де келіп жетті. Ханзаданың алдына келу үшін сарайға елдің әр түкпірінен сансыз сұлу жас қыздар жиналды. Олардың бәрі сүйкімді, көздің жауын алатын, әсем, көрнекті еді. Олардың арасында күң де болды. Әуелі ханзада үміткерлердің әрқайсысына шағын қапшықтарға салынған тұқым таратып берді. Ол ешкімнің бетіне қарамады, ешкіммен сөйлеспеді. Осы тұқымдарға арнайы құмыра алыңыздар, деді. Гүлді жақсы баптаңыздар. 6 айдан кейін ең әдемі, дені сау, әдемі гүл өсірген қызға үйленемін, деді. Барлығы қатты таң қалды. Сонша айлардағы дайындық бекер болғаны ма? Ханзада ешкімнің бетіне де қарамады. Ол тіпті қыздардың ешқайсысымен сөйлеспеді. Олар қазір гүл өсіріп 6 айдан кейін әкелу керек екен. Бұл күлкілі ғой. Оны ешкім түсіне алмады. Бірақ олар ханзада айтқандай жасады. Тұқымдар бірден құмыраларға отырғызылды. Қызметші де гүл құмырасын тауып алып, тұқымын мұқият отырғызды. Күнделікті күтіп, баптады. Топырағын суарды, күнге де шығарып қойды. Бірақ оңай болмады. Қанша тұқым мен топырағы үшін дірілдеп уайымдаса, тұқым өсіп, гүлденген жоқ. Күннен күнге жүрегі тарылып, үміті үзіліп, жүрегі жарылып барады. Алайда 6 ай өткен соң ханзада бұйырған кезде, ол тізесінде бос гүл құмырасымен сарайдың ауласында күтті. Келіп жатқан құмыралардағы түрлі түсті гүлдерді көргенде көңілі одан сайын жабырқады. Оларға не болды? Көк, қызыл, күлгін, қоңыр түсті құмырадағы гүлдер қызғылт, сары, ақ түсті. Олардың әдемі болып жайқалып өскені соншалық, олардың біреуін таңдау князьге қиын болды. Ханзада кезек-кезек гүлдерге қарай бастады.
Гүл құмыраларын құшақтап алған қыздар кезек-кезек Ханзаданың жанынан өтті. Оларға қызметші қыз қосылды. Бұл жолы ұялғаннан басын да көтермеді. Қаншама әдемі гүлдерді көргеннен кейін гүл шықпаған бос құмырамен алдында тұрған Ханзаданың көзіне қарай алмады. Ханзада қызметші қыздың білегінен жеңіл ұстады. Ол одан гүл құмырасын беруін өтінді. Саусағымен сәл тырнап қараса, сол жерде өзі берген тұқым бар екен. Қызметші қызды өзімен бірге ертіп алып, ауладағы қонақтарға сөйледі. Мен әйелімді таптым, қымбатты қонақтарым, сіздер енді тарай аласыздар, рахмет деді. Аулада шу шықты. Қыздар нәтижеге қарсылық білдірді. Қалай шықты? Біздегі гүлдер мен мына бос құмыраны қарашы. Бізді алдадыңыз. Сіз өтірік айттыңыз. Біз бекер гүл өсірдік пе? Біз сонша ақшаны бекерге жұмсадық па? Бұл жас ханым маған әлемдегі ең қымбат гүлді сыйлады. Қымбатты қонақтар, деді Ханзада. Ол маған адалдық гүлін әкелді. Ол сенім гүлін әкелді. Мен сендерге таратқан тұқымдар жалған болатын. Олардың гүлденуі мүмкін емес еді. Осылайша Ханзада адалдығына сенімді болған бұл жас қызға бақытты, өмірлік неке сыйлады. Мәулана айтқандай, бұл жолдармен жалғыз жүруге болмайды. Кейбіреулер үшін өмір ұзақ, біреулер үшін қысқа болғанымен, бұл әрине сапар. Әрине бәрімізде серік болады. Біз кейбір ғашықтарды, кейбір жұбайларды, кейбір достарды шақырамыз, біреуге дос, біреуге бауырдан артық көріп. Бұл жолда ешкім жалғыз емес. Біздің жолдастарымыз болуы керек және әрқашан болады. Біз бәріміз біреуге қорықпай арқа сүйеп, өмірімізді, ақшамызды, жақындарымызды ешкімге күмәнсіз сеніп тапсырып, оның шынайылығына сеніп, жарамызды ашқымыз келеді. Еш ойланбай сырымызды бөлісе білгіміз келеді, ұялмай көмек сұраймыз. Өзіміз сияқты адамдармен бірге болу үшін осы жолда жүріп келеміз. Бұл бірегей тәжірибе үшін бізге қажет жалғыз нәрсе. Біз алдымен өзіміз сенімді және адал адам бола аламыз ба? Міне мәселе. Сізге не қажет болса да, не нәрсе іздесеңіз де, алдымен өзіңіз соның құнын төлеуіңіз керек, досым. Адал, сенімді болсаң, бұл жолда ең болмаса өзіңдей адал, сенімді жолдастарыңмен бірге жүресің. Мен сенімді емеспін, мен адал адам емеспін, деп ешкім айтпағанын білемін. Айтпайды. Біз бәріміз әлемдегі ең сенімді және адал адамдар екенімізді ант етіп, бір-бірімізге әңгімелей аламыз. Бізді үнемі басқалар ренжітеді. Басқалар алдап, ақшамызды алады, сенімімізді шайқайды. Біздің ең жақын досымыз сүйіктімізге көз тігіп, үнемі басқалар біздің сенімімізге опасыздық жасаған. Осының бәрінің сыйы ретінде біз өмірімізде сенімді және адал адамдардың болуын тілейміз. Бірақ иләһи әділет бұлай болмайды. Адал адамдармен дос болу ең ақымақ адамның құқығы емес. Сенімді достармен өмір жолында жүру ең алданған адамның алданғандығының өтемі емес. Сенімді және адал адамдармен тағдырдың серіктестігін құру, сенімді және адал адамдардың құқығы. Менің ойымша, енді отырып, адалдық дегенге тоқталады. Ұғымдарды тағы бір рет талқылайық. Мен адал адаммын. Бірақ менің әлеуметтік желіде жеке фейк аккаунттарым бар. Мен әртүрлі адамдармен, әртүрлі есімдермен сөйлесемін. Мен адал адаммын, бірақ фотосуреттерімде мен өзімді басқаша көрсетемін. Мен шыншылмын. Бірақ мен жиі өтірік айтамын. Мен қолынан бәрі келетін, жауапкершілігі бар, сенімді адаммын. Бірақ мен мысықты қарай алмағаным үшін, асырай алмағаным үшін, оны басқа егесіне тапсырдым. Мен сенімді, адал адаммын. Бірақ жігітім қоңырау шалмаған соң, оның досымен сөйлестім. Сіз бұлар ұсақ түйек қой деп ойлап тұрсыз ба? Әлде бұл соншалықты көп емес, дейсіз бе?